әр оқушы бір жұлдыз. Жақсы, өте жақсы. Мен ұстазбын, шәкірт деген әрбір жұлдыз. Жаңа білсек, жарқырай береді шамшырақ сияқты. Біздікі күн құрастырдық. Тіршіліктің негізгі нәрі, тіршілікті бастаушы күн дейміз ғой. Әрқайсыңыз бір күн болып жүре беріңіздер. Күн сияқты жанымыздағыларға шуағымызды, нұрымызды шашып жүре берейік. Енді осы орайда ойыма бір өлең келіп тұр, соны айтайын. Әрқашан күн сөнбесін, аспаннан бұлт төнбесін, қасымда болсын мама, болайын мен де аман. Мақаяттан жақсы шығып кетеді екен, ұстаздарымыз, жарайсыздар. Енді мен сіздердің аналарыңызбын, сіздер менің шөжектерімсіздер, балапандарымсыздар. Тез-тез осыны жинап тастай берейін, иә? Жақсы, жарайсыздар. Енді екі топ, екі жұптар бір-бірлеріңізге күндей жайнап деген тіркесті алып, кер байланыс берсеңіздер. Не айтасыз, күндей жайнап не істеу керек? Шуағын шашып жүре беріңіздер дейді. Сіздер не айтасыздар? Ой, жарайсыздар. Енді жаңа мен айттым ғой, біздің тренингіміз 3 кезеңнен тұрады деп. 3-ші кезең бізде доп лақтыру бойынша біз қаншалықты ұйымшылдық қабілетіміз жоғары, сол нәрсені көрсету мақсатында 3-ші кезеңді өткізеді. Ренжімесеңіздер. Шоколад қойсай. Мына доп, егер біз ұйымшыл болсақ, мына доп соңына дейін барады. Ал ұйымшыл болмасақ, жарты жолдар құлап қалады. Ал көрейік ал. Опа, молодец. Ой, жарайсыздар. Қандай ұйымшыл мұғалімсіздер, рахмет көп. Енді сіздерге аз да болса көптей көріңіздер, осындай сыйлығым бар. Үйлеріңізге барып, менің тренингімді айтып, әдемілеп шай ішесіздер. Жақсы, рахмет көп сіздерге. Көп рахмет.